балалар. Отырыңдар. Балалар, мен сендерге бүгін бір ғажайып сабақ болады дедім, Ал балалар, біздің өзіміздің ұранымыз бар еді. Айтайықшы соны. Ойға болсын санамыз, бесік болсын бағамыз, баласындай бірейдің, тату-тәтті боламыз. Тату-тәтті боламыз деп. Жарайсыңдар балалар. Енді бүгін біз балалар жаңа сабақпен танысамыз. Ол сабағымыздың аты В дыбысы. Балалар, мен сендерге В дыбысын үйден біліп келіңдер. Қандай дыбыс екен деп айттым, Кім айтады? Қандай дыбыс екен? Кім айтады? В дыбысы. Келесі? В дыбысы ұяң дауыссыз дыбыс. Жарайсың, тағы да. В дыбысы сөздің басында, ортасында, соңында кездеседі. Жарайсың. В дыбысы қандай дыбыс тағы да, балалар? В дыбысы Назерке қандай дыбыс? В дыбысы орыс тілінен енген дыбыс. Жарайсыңдар балалар. В дыбысы туралы сендер біліп келіпсіңдер. Ал балалар, біз осының алдында тарау өтіп жатыр, бөлім өтіп жатыр. Қандай бөлімдерді өтіп жатыр балалар? Не туралы? Ұлттық ойын туралы екен. Ал қандай ұлттық ойындарды білеміз? Кім айтады? Айта ғой. Тұлпар дейді. Тағы да? Көкпар. Қыз қуу. Асық ату. Жарайсың, айта ғой. Ақ сүйек дейді. Жарайсың. Теңге ілу. Жарайсың балалар. Біз осының алдында осы аталған ойынның бәрін таныстық, Бүгін енді Ибрахим дұрыс айтып отыр. Теңге ілу деген де ойын бар екен. Мен сендерге балалар сол теңге ілу ойынын көрсетемін. Мұқият тақтаға назар аударамыз. Балалар, бүгін В дыбысын өтеткенбіз, В дыбысы мен әріпін. Сабақтың мақсаты әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру. Оқудың түрін буындап оқу, тұтас оқу, түсініп оқуды қолдану. Үшінші балалар, мәтіннің мазмұнын, тақырыбын, немесе оның иллюстрациясы бойынша болжауды біледі екенбіз, Біздің бүгінгі мақсатымыз осы екен балалар. Ал балалар, сендер, жаңа мен сендерге теңге ілу ойынын айттым ғой, Айттым. Сендердің топтарында сәйгүліктерің тұр, аттарың тұр ма? Тұр екен. Сендерде теңге алғыларың келе ме, балалар? Ал осы теңгені алу үшін біз бірнеше тапсырма орындайды екенбіз. Сол тапсырманы дұрыс орындасаңдар, біз не істейді екенбіз, балалар? Теңгені алады екенбіз, Теңгені алады екенбіз. Ал балалар, бірінші тапсырмаға назар аударыңдаршы. Бірінші тапсырмаға. Бізге қонаққа В дыбысы келген екен. Сол В дыбысы ат жарысына тыңдаймыз. Ат жарысына мына 3 көліктің қайсысымен барады деп ойлайсыңдар? Тыныш айтпаймыз. Балалар, бұл топтық жұмыс. Бұны балалар көліктің аттарынан атайықшы. Мынау қандай көлік? Велосипед, трамвай, автобус. Балалар, дискрипторға назар аударайықшы. Сендер қай көлікпен баратынды буынға бөліп жазасыңдар. Сосын дәлел келтіресіңдер. Жарай ма
мына немен жазшы. Фломастермен. Жаза берсін. Біреу жазсын, қарап тұрыңдар, иә? Қай көлікпен жазады? Ал, тоқтатамыз. Тиімді көп қайсысы алады екен? Қане? Тез боламыз. Жарайсыңдар. Ал, қандай көлік екен? Буынға бөліп айтайықшы топпенен. Қанша буын екен? Дұрыс балалар. Ал не себепті велосипедпен барады деп ойлайсыңдар? Не себепті айта ғой? Велосипед әр жолмен жүреді. Дұрыс балалар. Бірінші ұпайды алды. Бірінші теңгемізді алдық. Екінші қараймыз. Дәлел келтір, айт дейді. Ал балалар, не үшін трамваймен бармаймыз? Кім айтады? Не үшін трамваймен бармаймыз? Айта ғой, ашын. Оның темірлері бар. Темірлері бар екен. Сосын? Темірлері бар, сосын оның. Көмектесеміз. Сосын оның кім айтады? Ол тоқпен жүреді. Тоқпен жүреткен. Екеуіне де дұрыс жауап берді. 2 теңгесі бар екен, я? 2 қапшық теңгесі бар екен. Ал сендер қайсысы? Ибрахим көмектесіп отырсақ болады, я? Топтық жұмыс, топпен орындайды екенбіз. Жарайсыңдар бірінші топ. Айтыңдар қандай көлік екен? Қане, буынға бөліп айтайықшы бірден. Жарайсыңдар балалар, велосипедпен барады. Не үшін деп ойлайсыңдар велосипедпен? Велосипед әртүрлі жолмен жүреді. Дұрыс айтасың, әртүрлі жолмен жүреді, 1 ұпайды алды. Жарайсың. Екінші ұпай балалар, дәлел келтір дейді. Не үшін автобуспен бара алмаймыз? Айта ғой. Себебі ол себебі ол қандай жолдың атын ұмытып қалдың ба? Асфальт жолмен жүреді. Жарайсың, себебі ол асфальт жолмен жүреді. Ал балалар, бұл тапсырманы егер түсінетін болса, түсінсек, бағалап жіберейікші. Күн, бұлт, жаңбыры. Қане, күн, бұлт, жаңбыр. Бағалаймыз, тез. Көтереміз. Күн, бұлт, жаңбыр. Күн, ол не деген сөз балалар? Күн деген? Түсіндіңдер ма барлығы? Жарайсыңдар, түсіре қойыңдар. Ал балалар, 2 топта 2 теңгені алды, 2 ұпайды. Жарайсыңдар балалар, енді тағы да ұпайды көптеп алғыларын келсе, екінші тапсырманы орындаймыз. Екінші тапсырмада тыңдаймыз. Екінші мәтінді оқиды, жауабын табады және дыбыстық талдау жасайды. Мәтінді оқимыз. Сіз екінші топ, тұлпар тобы, үшінші мәтінді оқимыз, жұмбақты. Жауабын табамыз, дайындалып отырыңдар. Бастайды мұнда кім? Оқи қой. Ат жарысы басталды, алда келе жатқан күн бас қамшыны бас. Бас қамшыны бас дейді. Сен оқи қойшы, Аяна. Ат жарысы басталды, алдыда келе жатқан күн бас қамшыны бас. Қандай екен балалар, ат жарысында алдыда келе жатқан дейді. Қандай ойынды айтып тұр сіздерге бұл жерде? Ат жарысы. Ат жарысы. Тағы да не деп айтамыз оны біз? Теңгелі дейміз, ат жарысы не деп айтамыз тағы да балалар? Бәйге дейкеміз. Ат жарысы бірнеше түрі болады екен, тай жарыс, құнан жарыс, дөнен жарыс деп бөлінеді екен. Бірінші оқығандарың үшін ұпайларыңды алдыңдар. Жауабы қандай екен? Дұрыс екен, ат жарысы екен. Енді балалар, сендер оқып болсаңдар, дыбыстық талдауды жұптық жұмыс арқылы жасаймыз. Жұппен
Dağısın çıkar. Aha. Türlü uçaktan balık yüzdü sayran saldı. Жарайсың. İbrahim sen okup görші. Үй ішінде бөлме ішінде көлде түрлі ұсақ балық жүзді сайран салып. Al bala cevabı ne eкен? Үй ішінде bölme. Bölme іші көлде түрлі ұсақ балық жүзді сайран салып. Не екен? Аквариум екен. Жарайсыңдар. Балалар енді мына алдиярда бізде жүк болмай қалды. Сондықтан үшеуі мына аквариум деген сөзге дыбыстық талдау жасаңдар, иә? Ал балалар аквариум ішінде не жүзеді? Балық деген сөзді кім? Нұриман мен Олжас орындайды. Сен ашуға қарайсың. Тыныш жай орындаймыз. Жай сөйлейміз, иә бала, шуламаймыз. Дыбыстық талдау, иә? Білеміз ғой балалар, иә? Ал балалар кім болды? Ал бірінші топтан Нұрасыл. Жылқы деген сөзде 5 сөз бар. 5 сөз бар ма балалар? 5 дыбыс бар. Аха. Дауысты дыбыс 2 жіңішке жоқ. Дұрыс. Дауыссыз дыбыстар 3. Қатарға қ, ұялға ж, үндіге л. Дұрыс екен, иә балалар? Жарайсыңдар. Сендерге тағы бір ұпай. Екінші топтан айта ғой Ибрахим, дайын болсаң. Аквариум 8 дыбыс бар. Дұрыс. Дауысты дыбыс 4. Оның айта ғой. Жуан дауыс 2. Жіңішке дауыс 2. Дыбыс 2. Бірақ сен мынақта 3 деп қойыпсың, иә? Бірақ ауызбен дұрыс айтып тұрсың. Мейлі келесін айта ғой. Қатан дыбыс 1. Қандай дыбыс екен қатан? К. К. Жарайсың. Ұян дыбыс В. Дұрыс. Үнді дыбыс Р мен М. Р мен М. Дұрыс. Айта ғой. Балық 5 сөз. 5 дыбыс бар екен. Дауысты дыбыс 2. Жуан ба жіңішке ме? Жуан. Жуан. Дұрыс. Қатан Қ. Ұян Б. Үнді Л. Жарайсың. Мана сендерде тағы бір ұпай бар екен, иә? Жарайсың, отыра ғой. Ал мына жерден ақшам дайын екен. Айта ғой. Бәйге 5 Дыбыс бар. дыбыс бар. Тыныш. Дыбыстар 2. Екеу. Қандай? Жуан ба жіңішке ме? Жіңішке. Дұрыс. Дауысты дауыссыз дыбыстар 3. Үшеу. Қатанға Жоқ екен, иә? Қатаңда бар ма? Жоқ екен. Ұянға Б. Үндіге И дейді. Жарайсың, иә? Балалар, біз оқи алдық па? Оқи алдық. Жауабын таптық па? Таптық. Екінші тапсырмада. Оны біз дыбыстық талдау жасадық па? Жасадық. Түсіндіңдер ме балалар? Түсінсеңдер, бағдаршам әдісі арқылы бағалап жіберейікші кәне. Бағдаршам. Бағдаршамның қандай түстері бар балалар? Қызыл,
тапсырма. Онда сендер мынандай алтын өздеріңнің аттарың жазылған не аласыңдар? Теңгені алады екенсіңдер. Ол үшін балалар дәптермен жұмыс жасайтынбыз. В әріпін ауада жазайықшы балалар. Кәне. В әріпі қолымызға қаламсапты алдық. Ал кеттік. Жоғарыдан сәл көтеріп төмен қарай жолдың астына түсіреміз. Басын иіп жоғары қарай көтеріп, домалақтап, ортасына келгенде қайтадан төмен қарай түсіріп, аяғын иеді екенбіз. Бұл бас әрпі. Ал кіші әрпін балалар, кіші жолдың тура ортасынан жоғары қарай көтеріп, басын сәл ғана домалақтап иіп, төмен қарай түсіріп жолдың аяғына қарай астын домалақтап иеді екенбіз. В әрпін ауада жаздық. Енді балалар, В әрпін жазғанда қолымызды қанша рет алдық? Бір рет. Сонда оның қанша элементі бар В дыбысының? Бір элементі бар екен. Ал балалар енді дәптерде В дыбысын әдемі сұлу етіп жазамыз. Сонда мынандай аттарың жазылған ерекше сыйлықты алып келсіңдер, енді. Ал тез жазамыз, әдемі сұлу етіп. Дәптерге жаппаймыз, дәптерді көлбеу қоямыз. Шынтақ партаның үстінде болады, балалар. Ал балалар жазып болды, тексеріп шығайыншы. Жарайсың. Аяру жарайсың, мына атын жазылған Нұрасыл. Аянат жарайсың. Бірден жауып қоямыз, мына қоямыз да. Дәптерді жауып қоямыз. Ақжан жарайсың. Ал Нұриман кәне жарайсың, жауып қой. Алдияр жарайсың. Назерке жарайсың, жауып қояғы. Ибрахим сен де жарайсың, Олжас бәрекелді жарайсың. Барлеріңнен алдыңдар. Маған қараймыз. Сендер ұпайларыңды алдыңдар ғой балалар, Енді тағы да бір тапсырмаға балалар. Бұл тапсырмада жеке жұмыс жасаймыз. Ал балалар, төртінші тапсырма. Ал балалар, енді тағы бізде соңғы тапсырмамыз қапты. Енді осы тапсырмада қай топ көп ұпай жинайды екен, Ал балалар, бұл жеке жұмыс екен. Назар аударайықшы. Балалар. Бұл жерде балалар қараңдар. Сөздерді оқиды, дыбыстарды ажыратады дейді. Ал балалар, менде мына жерде бірнеше сөздер жазылып тұр, жасырынып тұр. Соған жеке келемізде мына пойыздың вагонына не істейміз? Саламыз. Вагон деген сөз қандай дыбыстан басталып тұр? В. Дұрыс айтасыңдар. В дыбысынан басталып тұр екен, Ал балалар, кім келеді? Аяру кел. Мына жерде қай сөзді аласың? Тез. Алда оқи қой. Дауысын шығар оқи қой. Оқи қой. Енді қатты айтшы. Енді соны қатты айта қой. Жай сөйлейді. Вазелин дейді, жай айтады. Ал бұл қандай әріптен басталып тұр? Сала ғой жүгір. Қайсына саламыз? Жарайсың. Отыра қой. Келесі ақшам келе қой. Аянат дайындалып отырсын. Ал қайсына аламыз? Тез. Вальс. Көрсетеміз. Қай дыбысқа саламыз? Жүгір. Аянат келе қой. Тез. Жарайсың. Қандай дыбыстан басталып тұр Ақжан? В. Дұрыс. Қай дыбысқа саламыз?
ғой, жүгір. Келе ғой, кім? Алдияр келе ғой. Оқи ғой. Вокзал. Көрсетейікші, дұрыс. Вокзал деді, вокзал деп айтады екен. Сала ғой, жүгір. Кел, Назерке. Қайсына салды? В. Дыбысына салды. Отыра ғой. Оқи ғой. Қатты оқышы. Электровоз. Электровоз дейді. Сала ғой, жүгір. Ибрахим кел. Жылдам, Ибрахим. Электровоз. Оқи ғой. Электровоз. Электровоз. Дұрыс көрсет. Ал бар ғой, сала ғой. Ибрахим кел, Ибрахим. Тез кел. Дыбысына салып жатыр. Дұрыс. Волейбол. Дұрыс. Сала ғой. Қайсына саламыз? Кел. Бұлай қараймыз. Оқи ғой. Не болды? Эстафета. Деген әріпті өткен жоқпыз балалар, бірақ оқып беріп жатыр. Эстафета. Дұрыс. Келесі. Олжас келе ғой. Жылдам. Оқи ғой. Паровоз дейді. Ал Олжас саламыз ба? Қара. Әріптеріне қара. Ал балалар, кім нені байқады? Балалар? Кім нені байқады? Паровоз. Бұл жерде балалар В дыбысына саламыз ба? Не себепті? П дыбысынан басталып дұрыс айтады. Бұл жерде П дыбысы жоқ екен, Олжабай сәл ғана не істеді? Қателесті. В дыбысы қайда кездеседі бұл жерде балалар? Ортасында кездеседі. Жарайсыңдар. Балалар, енді бұл тапсырманы смайлик арқылы бағалайықшы. Қане, смайликпен көрсетейікші. Түсіндік па, түсінбедік па? Түсінікті болды ма? Күлген смайлик па, қандай смайлик екен? Қане. Түсіндік па тапсырманы балалар? Жарайсыңдар. Қоя қойыңдар. Ал балалар, екі микрофон әдісі арқылы тез сабақты қорытайықшы. Не түсіндік бүгін? Не үйрендік? Дауыссыз дыбыс екенін түсіндім. Жарайсың, жүгір, сала ғой тақтаға. Келесі, аяғым. Тез келе ғой. Мен бір сөздің басында, ортасында, соңында келетінін түсіндім. Жарайсың, жүгір, сала ғой, ақшан келе ғой. Орыс тілінің екі бала. Не дейсің? Орыс тілінің екі бала. Орыс тілінен енген дыбыс екенін Білдім. жарайсың, жүгір, сала ғой. Кел, аяр. Алып шық. Айта ғой. Не түсінді? Не ұнады? Не ұнады? Дауысыңды шығара ғой. Жұптық жұмыс ұнады дейді. Бізде аяр жай сөйлейді, жүгір, сала ғой. Жарайсың, жұптық жұмыс ұнады. Мен бұл дыбысын жазалатынды білдім. Жарайсың, бұл дыбысын жазалады екен. Ал балалар, енді қараңдаршы, бірінші топта бізде
неше ұпай болыпты? 1, 2, 3, 4, 5 ұпай екен. Екінші топта 1, 2, 3, 4 екен. Не балалар? 4 екен. Сонда бізде балалар бірінші топ сәл ғана қандай екен балалар? Жоғары жақсы жауап берген екен. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деп ойлаймын. Балалар, біз балалар бағана мақсат қойғанбыз, әріптерді таныдық па бұ дыбысын? Ажырата алдық па бұны? Оны басқа дыбыспен сәйкестендірдік, балалар? Б дыбысымен Б дыбысын. Оқу түрлерін оқыдық па балалар? Класстарын оқыдық, буынға бөліп оқыдық. Біз және де сурет бойынша болжадық, болжап әңгімеледік. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен